Миңдеген мигранттарға аралашып, мен дағы тағдырдың таушмақты сыры менен Сахалинге келіп, түркін түрлі ойларға батып, бір ырға салып, бір еліме жұртыма жеткізіп айтып көрейін дедім. Міне ушерекini бір азыр өзімче бір айтып берейін. Сахалин, Болотбек Шаршеналиев. Адыр барбы, қырғыз сөгі жатпаған. Қайың барбы, қырғыз балықта чаппаған. Bir жер барбы, қырғыз бұты баспаған. Бұл сөздерге кім бар екен таңғалған. Мен жүрген жер Сахалинге таңғалам. Аралдары қырғыз челі аталған. Аққан суыны тұнық жайық көлдерді. Түшінбеймін, кім қырғызша атаған. Тунайча деп тұнық көлі мұнда бар. Сусия деп ағып тұрған сусу бар. Балқаш деген жазу тұрат кең жолда. Қандысай деп бір өзінче сайы бар. Аралдардың атын кімдер атаған. Күрілдеген Курил атты байқасаң. Жақындасаң күрілдеген үн бар дед. Чын айтайын, мен ал жаққа барбаған. Күн ашырды уғабаға таңғалғам. Күн батқаны ошол жақтан башталған. Шикатанды чығаттаң деп которып, мен өзімче қобыранып баратам. Ит үріп та үріп деген аралдар. Таныш бекен, о қырғызым айтсаңар. Қайсы дорды ақ қалпағын қой-қойтып келіп кеткен атын қойып бабалар. Паранайск деген жер бар ел тұрған. Ал жақта да іштеп жашайды қырғыздар. Боронай деп отырат сұрасаң, сонын атты қойып кеткен ким алар. Адыр тоonu қара бұлыт қаптаған. Сахалинде жаан жамғыр көп жаған. Қара бұлто аталғаны қырғызша, япончосы қара футо аталған. Сахалин деп ким которгон қандайча, тарих бетке қойылғандыр барақча. Көк жашылы оройт тоону керемет, Рябина деп қырғызчасы құшалча. Манастағы кеткен терең бұл жақпы. Камчатканын аты жамаға чын жақты. Деңіз жиегін қандай қырғыз аралап, жаққан атты ең бірінші ким айтты? Сулар бардыр, адыр бардыр аталған. Қырғызчасы жылдар өтіп қатылған. Араласам, бабам басқан жолдорды, балки мыр бар таш бетіне жазылған. Аласкаға жете албаймын, бар албайм. Америка алысмаға жете албайм. Вулкан атқан жердің кейбір аттарын қырғызчалап ким атаған біле албайм. Дағы қандай жер су ат бар айтсаңар, жақшы болмақ айтып маға жазсаңар, қиялданып ойлой берем қарттарық, жазып қойсам чоң тарихқа із қалар. Камчаткадан егер уғып қалсаңар, қырғызчаға егер болса жазсаңар, көтеріліп елге берем тарихты бір кездері чиыр салған бабалар. Кең Россия қамтып жатат чоң сырлар, аталғандыр далай суулар адырлар, қырғызчаға уғып көрсөң жіберчи, бір кездері керек болот тұқсаңар. Балким елде ескі көнү тамсил бар. Бабалардан қалған балким ырлар бар. Сахалинден уғып жазып аламын, елге жүктөп жеткірерге дарман бар. Сахалинде мақтай тұрған адырлар, суусу таза, деңіз жээкте толқындар, эмне кылат жүрөсүң деп сураба, тағдыр екен құрсақ қамы алда бар. Эвен Корок, Нифха деген елдер бар. Айны деген елде бар деп кедуғам, өз түйшігін көтерініп жүрішөт, бұл аралда келгін бізде елде бар. Келгін құштар өте жабыс ұшышат. Чабалекей ташып уя құрышат. Көгүчкөнді көп деп ойлайм, бұл жақта ақ қайыңдың жалбырағы шуылдашат. Тоқ пейілдей елі маға көрінөт. Емгек қылған тың көрініп өлінөт. Құсалықты көтерініп аралда мекенім деп бүрі сыздап ал жүрөт. Деңіз жеке кейде барып ой толғойм. Мен қайдамын деген ойға жолобойм. Океандың чалқып жатқан көркөмін ырға салып кетсем бі деп көп ойлойм. Ушул жақта жүрдің беле бабалар. Қайсы дорды келіп қайда қайттыңар? Ит үріп деп, күн ашыр деп, Курил деп, кимин қачан бұл аттарды айттыңар. Балким тура менин айткан
ой толгом, кыргызым деп неге түндө ой толгойм, макул десең ой толгоңду бөлүшчү, билгениңди укканыңды деп коем.